Бұл каннибализмді ұстанатын Корубо тайпасының мүшелері. Оларды көз кездестірсеңіз, сізге обал. Ал бұлар Пираха тайпасының тұрғындары, және олар миссионерді өз дінінен бас тартуға көндірген. Бұл бейнеде мен сізге Амазонканың жұмбақ және құпиялы тайпалары туралы айтып беремін. Ал соңында сізді шынымен таңғалдыратын оқиға күтіп тұр. Жақсы қараңыз. Корубо тайпасы ғасырда да жер бетінде көптеген жабайы тайпалар сақталған. Олардың кейбіреуі туралы сіз алдыңғы роликтерден білген боларсыз. Бірақ бүгін мен қазіргі Бразилия аумағында кездесетін ең қызықты қауымдастықтар туралы айтамын. Біздің тізімімізді, мүмкін, ең қорқынышты тайпалардың бірі Корубо деп аталатын халық ашады. Бұл халық Амазонка орманының шалғай аудандарында тұрады. Бұл тайпаның нақты саны қанша екенін ешкім дәл білмейді, әртүрлі дерек көздерде жүздеген және мыңдаған қоныстанушылар туралы айтылады. Корубо сыртқы әлемнен өте оқшауланып өмір сүреді, бірақ бұл оларды бәрібір қорғай алмады. Табылғаннан кейін бір ғалым бұл тайпамен байланыс орната алды. Қазіргі қоғам үшін алынған деректер мен білім өте пайдалы болғанымен, Корубо үшін бұл үлкен сынақ болды. Себебі, мұндай жабық қоныс қазіргі әлемде кең тараған аурулар туралы мүлдем білмеген. Бұл тайпа туралы тағы бір таңғажайып факт: жергілікті тұрғындар моногамды қарым-қатынасты, яғни бір серіктеспен өмір сүруді ұстанады. Бұл факт таңғалдырады, өйткені Амазониядағы да, бүкіл әлемдегі де басқа тайпалар полигамияны көп әйел алуды ұстанады. Ежелгі халық үшін бұл әсіресе таңғажайып, өйткені бірден олар қалай аман қалды деген сұрақ туындайды. Айта кететін соңғы құпия дәстүр жас еркектерге арналған бастама рәсімі. Бір саты жоғары көтеріліп, толыққанды ересек болу үшін жас жігіттер түнде зиратта жалғыз қалуы керек. Шынымды айтсам, бұл танымал блогердің кезекті түсірілімі сияқты естіледі. Дегенмен, бұл өте маңызды рәсім. Мен Амазония мен Американың барлық үндістері туралы өте қызықты деректер таптым. Көптеген және күрделі зерттеулер нәтижесінде, бұл континенттердегі барлық дерлік тайпалардың шығу тегісі бірден екені анықталды. Ғалымдардың пікірінше, ежелгі қоныс аударушылар Беринг бұғазынан соңғы мұз дәуірінде өткен. Ол кезде су қатып қалуы мүмкін еді. Сол себепті бір континенттен екіншісіне өту өте оңай болған. Бұл фактіге көптеген әртүрлі белгілер нұсқайды. Мысалы, Амазонка тайпаларының Сібірдің ежелгі адамдарына генетикалық жақындығы. Ғалымдар бұл халықтарға ортақ бірнеше хромосома тапқан. Сонымен қатар, бұл фактіні үндіс және Амазонка тайпалары тілдерінің лингвистикалық талдауы растайды. Тарихшылар қоныс аударушылар мен Сібір халықтарының қарым-қатынасындағы белгілі бір ежелгі заңдылықтарды анықтаған. Амазонка тайпалары туралы қызықты деректер тағы бір қызықты тайпа Трембембе деген мақтанышты атауды иеленген. Бұл халық қазіргі заманның тез өзгеретін жағдайларына қалай бейімделе алғанымен ерекшеленеді. Еуропалықтармен бірінші байланысқа дейін Трембембе тыныш өмір сүрді. Олар егіншілікпен, аңшылықпен, терімшілікпен айналысқан жалпы қарапайым алғашқы қауымдық өмір. Бірақ отаршылардың келуімен бәрі тез өзгере бастады. Трембембе тайпасының құқықтары қатты шектелді. Бұл халықты оларға тиесілі аумақтардан қуып шықты. Нәтижесінде, ғасырда тайпа қағаз жүзінде жойылып кетті. Қалған Трембембе өкілдері ежелгі нәсілдің ұрпақтары болып саналды, бірақ бөлек этникалық топ емес. Бұл ғасырдың соңына дейін жалғасты. Сол кезде тайпа мемлекеттік танылуға ие болды. Және бұл факт өте ерекше, өйткені Бразилия президенттігіне кандидат осы ежелгі халыққа тиесілі. Ежелгі адамдардың осыншама қысқа мерзімде қазіргі өмір салтына қалай бейімделе алғаны таңғалдырады. Амандаға тайпасы одан да таңғалдыратын және құпиялы болып көрінетін тайпа Амандаға, өйткені бұл адамдар тура мағынасында уақыттан тыс өмір сүреді. Бұл қалай мүмкін? Өте оңай, олардың тілінде уақытты көрсететін ешқандай сөз жоқ. Яғни, олар тура мағынасында кеше немесе бүгін деп айта алмайды. Менің ойымша, қазіргі қоғамда өмірдің қайнаған ырғағы мен мәңгілік дедлайндар заманында бұл адамдар планетадағы ең бақытты жандар. Бұл тайпа туралы әлем 1986 жылы білді. Және сол кезде адамдар олардың сөйлеу тілінде сөздердің аздығына таңғалды. Мысалы, тайпа тұрғындары бірдеңені қай су қоймасының жанынан тапқанын нақтыламайды, олар тура мағынасында судың жанында дейді. Себебі, бұл ежелгі адамдар басқа сөздерді білмейді. Олар өзендер, көлдер, теңіздер,
мұхиттар бар екенін білмейді, олар үшін тек су бар. Тіпті жағалау сөзі де олардың лексиконында жоқ. Бірақ бәрінен де таңғалдыратыны, бұл тайпада кімнің неше жаста екенін әлі күнге дейін білмейді. Олар кімнің қашан туған күні екенін де білмейді. Ал бұл халық қандайда бір оқиғалар туралы әңгімелегенде, олар оның бұрын болғанын немесе кейін болатынын да айтпайды. Олардың өздері тек оқиғаға байланысты есімдерін өзгертеді. Мысалы, отбасында жаңа бала туылғанда, ең кішкентай балалар өз есімін оған беріп, өздері жаңа есім алады. Ең таңғажайып нәрсе, ғалымдар Амандағы тұрғындарын басқа тілдерге үйретуге көптен бері тырысып келеді. Әсіресе португал тілі оларға оңай беріледі. Таңқаларлығы, аборигендер уақыт ұғымын оңай жаттап алады және қазіргі тілдегі әңгімелерде қолданады. Бірақ олар бұл өзгерістерді өз тұрмысына енгізбейді. Пираха тайпасы, Пираха тайпасы өмірлік ұстанымдармен бір миссионердің дүниетанымын түбегейлі өзгерткенімен ерекшеленді. Бұл керемет уағыздаушының аты Даниэль Егерет. Бұл ер адам аборигендермен алғашқы байланысты 1977 жылы орнатты. Сол кезде ол Пираха тайпасының мүшелеріне Құдай сөзінің барлық аспектілерін жеткізуге тырысты. Бірақ оның сөздерін сол кезде ешкім түсінбеді. Даниэль өте өжет болатын. Ол аборигендерді райынан қайтару үшін олардың тілін үйрену керектігін түсініп, сонымен айналысты. Біраз уақыттан кейін миссионер Пираха тайпасының тілін толық меңгерді, және оның тапқандары оны шокқа түсірді. Олардың тілінде жанама сөйлеу, түстерді білдіретін сөздер, тіпті сандарда болмаған. Бірақ діни қызметкерді ең таңғалдырғаны, бұл халықтың әлемнің қалай пайда болғаны туралы ешқандай мифтер мен теориялар жасамауы. Несін айтасыз? Оларда тіпті күнтізбеде болмаған. Және тағы бір, кем емес таңғажайып нәрсе. Аборигендердің интеллект деңгейі қазіргі адаммен бірдей деңгейде. Пираха тайпасының тұрмысты қалай жүргізетіні таңғалдырады. Оларда жеке меншік жоқ, яғни барлық үйлер халыққа тиесілі. Олар сондай, болашаққа азық, түлік қорын қалдырмайды, тура мағынасында табылған барлық тағам бірден желінеді. Ал болашақта даму жоспарлары мүлдем жоқ. Жалпы, тайпа тұрғындары осы дүниеде өткізген әр күнінен толық ләззат алады. Бұл Даниэль Егеретті қатты таңғалдырды. Бұл алғашқы қауым адамдарының қалай өмір сүретінін, олардың қандай қарапайым нәрселерге қуанатынын, сондай олардың табиғат берген нәрселерден қалай ләззат алатынын көріп, миссионер өзіне сұрақтар қойды. Егер өзіне беймәлім жабайылар табиғат берген нәрсемен бір күнмен өмір сүрсе, Құдай бар ма? Қамсыз және қорқынышсыз өмірден ләззат алуға болатын кезде, белгісіз бір болмысқа не үшін сену керек? Ол бұл сұрақтарға шіркеуде қызмет етуді жалғастыратындай жауап таба алмады. Нәтижесінде Даниэль Егерет, Құдайдың адал қызметшісі, діннен толығымен бас тартып, атеист болды. Өте таңғалдырарлық естіледі, солай емес пе? Қазіргі әлемде барлық алғашқы қауым адамдары әлде қашан жоғалып кетуі керек сияқты көрінді. Ақпараттық технологиялар, ұшатын машиналар ғасыры ғой. Бірақ іс жүзінде сіз қатты қателесесіз. Өйткені келесі аборигендер сізді таң қалдырады. Синта Ларга тайпасы бір кездері 5000-нан астам адамды құраған, ал қазіргі уақытта олардың 1000-ға жуығы ғана қалған. Ең өкініштісі, тұрғындар санының бұлай тез азаюы біздің өркениетімізге байланысты. Шамамен сол жылдары бұл халық тұратын аумақта көптеген пайдалы қазбалардың бар екені анықталды. Ғасырдың 20-шы жылдарында байығысы келетіндер көп болды. Алдымен онда каучук ағаштарының үлкен қалың өскен жерлері табылды. Әрине, прогрессивті қоғам мұны назардан тыс қалдыра алмады, және бұл өсімдіктер үшін тура мағынасында аң аулау басталды. Ағаштарды кесу кезінде өндірушілер аборигендерді өлтірді. Олар олардың қатыгездігі туралы естігендіктен, мұны өз қауіпсіздігі үшін жасады. Нәтижесінде, ормандардың үздіксіз кесілуі мен Синта Ларга тайпасына жасалған шабуылдар салдарынан жергілікті тұрғындар саны бірнеше есе азайды. Аборигендер өздерінің әдеттегі мекендеу аудандарынан Амазонияның терең ормандарына көшуге мәжбүр болды. Әрине, тайпа тұрғындарына бұл ұнамады. Олар жиі шабуыл жасап, жұмысшыларды өлтірді. Олардың аумағында алмаздардың және басқа да қымбат пайдалы қазбалардың үлкен қоры табылған кезде жағдай ерекше шиеленісті. Аборигендерді байғысы келетін адамдар одан да көп мазалай бастады.
Түпкілікті тұрғындардың ежелгі дәстүрлерін сақтау үшін, билік бұл халыққа арнайы резервация басқа адамдар кірмеу керек жер жасады. Бірақ бұл да көмектеспеді. Алмас іздеушілер бұрынғыдай көп болды. Соның салдарынан 2004 жылы нағыз трагедия орын алды. Бір көктемгі күні Синта Ларга 29 адамды ұстап алды. Олармен не істеді? Әрине, оларды жария түрде өлтірді. Ал ең таңғалдыратыны, олар жасаған сұмдық туралы қандай мақтанышпен айтқаны. Бірақ Синта Ларга тайпасы тек қана қорқынышты зұлымдықтарымен ғана емес, өз салт, дәстүрлерімен де қызықты. Бұл халықтың еркектері өмір бойы бірнеше рет есімдерін өзгертеді. Олар мұны не үшін жасайды? Өз мәртебесін немесе бастан өткерген оқиғаларын көрсету үшін. Одан да айтайын, оларда тек ата-аналары ғана білетін есімдері бар. Таңғажайып дәстүр, солай емес пе? Каяпа тайпасы, бірақ менің тізімімдегі Амазонияның алдыңғы халықтары туралы барлық әңгімелер Каяпа тайпасының құпиялы тарихымен салыстырғанда ештеңе емес. Кезекті зерттеуші жергілікті тұрғындардың айтқандарынан шок алды. Тайпаның барлық мүшелері оған өздері табынатын құдай туралы бір оқиғаны айтты. Аңыз бойынша, көптеген мыңдаған жылдар бұрын олардың лагеріне жақын тауларда кәдімгі күннің ортасында қатты гүріл естілді. Содан кейін сол жерден болашақта беп Каротти деп аталатын белгісіз біреу түсті. Бұл тіршіліктің басынан аяғына дейін денесін жауып тұратын өте оғаш киімі болды, ал бір қолында қорқынышты қару. Жергілікті тұрғындар оны бұйрық мылтығы деп атады. Беп Каротти өз күшін көрсетіп, қаруынан бірнеше рет оқ атты. Осыдан кейін ешкім онымен соғысуды ойлаған жоқ. Каяпа тайпасы бейтаныс адамды беп Каротти деп атап, оны өздерінің көшбасшысы етті. Және айта кету керек, бұл өте тамаша шешім болды. Келгін өте ақылды және әділ билеуші болып шықты. Ол аборигендерге аң аулаудың жаңа әдістерін айтты, медицина туралы түсіндірді, үйлерді қалай салу керектігін көрсетті. Мифтерге сәйкес беп Каротти адамнан тыс күшке ие болған, сол үшін оны құдай деп атаған. Ол адамдардың санасын бағындыра алатын. Оқудан бас тартқан тіл алмайтын балалар әрқашан құдайға жіберілетін. Өз күші арқылы келгін ерік, жігерді басатын. Одан да басқа, аңыздар оның ешқандай соққы жасамастан сал ауруын тудыруы, немесе тіпті біреуді өлтіруі мүмкін екенін айтады. Бұл керемет емес пе? Бірақ мифтер мұнымен бітпейді. Оларға сәйкес, құдайға тайпаның ең сұлу қызы ғашық болды. Олардан көп бала туылды. Олардың әрқайсысы тайпаның басқа мүшелерінен әлдеқайда ақылды және күшті болды. Бірте Каяпа тайпасының барлық тұрғындары барлық параметрлер бойынша жақсара түсті. Дегенмен беп Каротти аборигендермен мәңгі өмір сүруді ойлаған жоқ. Бір күні ол ауылды тастап, келген жеріне тауларға қайта оралды. Әрине, жергілікті тұрғындар құдайларының қайда бара жатқанын көру үшін оның соңынан ерді. Ал ол өздеріне беймәлім ғимаратқа кірді, содан кейін жарылыс болды. Ал үй беп Кароттимен бірге аспанға ұшты. Аңыз бойынша, келгін біраз уақыттан кейін Каяпа тайпасына әлі белгісіз жаңа өсімдіктердің тұқымдарын беру үшін жерге тағы бір рет оралған. Бірақ бұл оқиғадағы ең таңғалдыратыны, бір топ ғалым жергілікті таулардағы топырақ үлгілерін радиологиялық талдауға алды. Және олар бірнеше мың жыл бұрын ол жерде шынымен де қандайда бір жарылыс пен радиациялық өршу болған деген қорытындыға келді. Мүмкін, Каяпа тайпасының бүкіл аңызы таза шындық шығар. Сұхбатты жалғастыру үшін маған тағы не айтуымды қалайсыз? Мүмкін, бұл тайпалардың қайсысы туралы көбірек білгіңіз келеді?